Қазақта ұмыт болып бара жатқан боза сусыны туралы не білесіз? Қазақта боза деген ұлттық сусын бар, бірақ қазір оны көбісі біле бермейді. Дәмін татып, көрмек түгілі атын естімегендер де жетерлік. Көп насихатталмағандықтан оның аты белгісіз. Дегенмен артында іздеушісі болғаны жақсы ғой. Сондықтан мен осы сусынның пайдалы зияндылығын ашып көрмекпін. Боза дәнді дақылдардан ашытып жасалатын ежелгі сусын. Бір тәулік бойы суға бөктіріліп қойылған дән жармасының сары суын төгіп тастағаннан кейін қалған тұнбаға белгілі мөлшерде май, су құйып, оттың табына жайлап қайнатып, ботқа жасайды. Оны суытып қойып, дәнді дақылдың бір түрінен тары, арпа, тағы басқа ашытқы дайындайды. Ол үшін дақылды қажетінше алып, үстіне ыстық су құйып, 3-4 сағат бөктіреді де сүзіп алады. Содан кейін оны жылы жерге жайып қойса, 3-4 күнде дәндері өнеді. Және дақыл бірден кеуіп кетпес үшін үстін жауып тастайды. Өндіріп алған соң келіге салып жаншиды. Осылайша дайындалған отты тұнбаға мөлшерлеп салып, үстіне суытылған қайнаған су құйып, жарты тәулікте ашытып қояды. Содан соң дайын қоспадан ыдысқа керегінше салып, қайнаған салқын суға араластырып, сүзгіден өткізеді. Бозаның емдік қасиеті. Бозаның қоректік қасиетінің күштілігі сонша ағзадағы зат алмасуды күшейтіп, қандағы шлактарды айдап шығады. Ал медицинада қандағы қалдықтарды тазалау өте қиын екені белгілі. Бүгінде екінің бірі қаназдылықпен ауырады. Осы аурудың алдын алуда боза таптырмас ем. Буын ауруларына, тұл жиналғанға, ас қорыту мүшелеріне тигізер пайдасы мол. Бозаның құрамында ферменттер көп болғандықтан залалы мол бактерияларға қарсы әсері бар. Оның құрамындағы аз ғана спирттің өзі ағзаға көп пайдасын тигізеді. Бозадағы сүт қышқылы ішек микрофлорасын жақсартып, ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Иммунитетті күшейтеді. В тобындағы дәрумендер мен табиғи пробиотиктер ағзаның қорғаныс жүйесін нығайтады. Энергияның көзі. Көмірсуларға бай болғандықтан боза денеге күш-қуат беріп, шаршағанды басады. Қан айналымды жақсартады. Бозадағы темір мен басқа да минералдар қан түзілу процесіне оң әсер етеді. Бұлшықеттерді нығайтады. Ақуызға бай болғандықтан спортшылар мен дене еңбегімен айналысатын адамдар үшін өте пайдалы. Жүйке жүйесіне пайдалы. В1, В2, В6 дәрумендері жүйке жүйесін тыныштандырып, күйзелісті азайтады. Анемияның алдын алады. Бозадағы темір қанды оттегімен қамтамасыз етіп, қаназдықтың алдын алуға көмектеседі. Бозаны қалай ішу керек? Бозаны қалыпты мөлшерде ішу керек. Себебі ол табиғи ашытқыдан жасалғандықтан аздап алкоголь болуы мүмкін. Күніне 1-2 стақан боза ішкен өте пайдалы. Дәрігерлер қант диабеті мен асқазан жарасы бар адамдарға сақтықпен тұтынуға кеңес береді. Боза әрі дәстүрлі, әрі пайдалы сусын. Оны суық күндері жылытып ішсе, ағзаны қуаттандырады, ал ыстық күндері салқын күйінде шөлді басады. Бойға қуат беретін бұл сусынды дайындаушылардың қатары да азайған. Ашыту тәсілі оңай болмағандықтан шығар, боза аштамын деген бұрымдылардың қатары жыл өткен сайын сиреп барады. Бүгінде базарларда боза сатылады, дегенмен там-тұм. Оның үстіне боза салу технологиясын терең білмейтіндердің кесірінен бұл сусынға деген құмарлық та құмға сіңген. Бозаны ашыту үшін табандылық қажет. Көп адам осы ауыр еңбегінен қашады. Бұл сусынды көбіне дәнді дақылдарды өндіріп барып дайындайды. Бидай, жүгері, тары осының бәрі де боза жасауға қажетті дақылдар. Ал ең жақсысы қара тарыдан дайындалғаны екен. Мәселен, бидайды өндіргенде оның дәніндегі пайдалы заттар С, В дәрумені 3 есе, В2 дәрумені 10, В1 дәрумені 1,5 есе көбейетіндігін ғалымдар да дәлелдеген. Бозада өндірілген дақылдардың отында Е дәрумені өте көп болады. Ол күш-қуатты арттырып, адам ағзасындағы ауруға қарсы тұратын иммунитетті арттырады. Ерте қартаюды тежейтін күші бар. Шетелдерде бидай өскінін өндірістік жолмен дайындап, арнайы тағам түрінде тұтынуға шығарады. Тіпті күн сайын 100 грамнан тағамға қоса жеуді дәріптейді. Шетелдің дәрігерлері. Сұраныс та жоқ емес. Ал біз қолдағы барымызды бағаламай, бұл сусынды таңсық көріп, тамсанудан әрі аспай келеміз. Бозаның қоректік қасиетінің күштілігі сонша ағзадағы зат алмасуды күшейтіп, қандағы шлактарды айдап шығады. Ал медицинада қандағы қалдықтарды тазалау өте қиын екені белгілі.
Бүгінде екінің бірі қаны аздықпен ауырады. Осы аурудың алдын алуда боза таптырмас ем. Буын ауруларына, тұз жиналғанға, ас қорыту мүшелеріне тигізер пайдасы мол. Бозаның құрамында ферменттер көп болғандықтан, залалы мол бактерияларға қарсы әсері бар. Оның құрамындағы аз ғана спирттің өзі ағзаға көп пайдасын тигізеді. Бүйрегіне тас, тұз жиналған науқастардың оны аса абайлап ішкені жөн. Егер уытты бозаны көп ішсе, қатты ауырып қалуы да мүмкін. Бүйрегінде тасы бар адамдар бозаны әу баста 50-100 граммнан бастап ішіп үйренгені жөн. Содан кейін ғана мөлшерін ұлғайта берсе болады. Бозаны кез келген жастағы адам іше берсе болады, бірақ 3 жастан асқан балаларға 5 ас қасықтан артық ішкізуге болмайды. Екінші бір ерекшелігі бозадан қалған қалдықпен бәйге аттарын бағады. Бозаның түбін жеген мал жұқпалы індетпен ауырмайды. Бозаның түбі деген дақылды дайындаған кезде сүзілгеннен қалған ең түбіндегі маңызы. Оны жеген мал да қоңды болып сырқаттан алшақ болады. Боза ішіп қызара бөртіп жүргенді қалайтындар қазір де жоқ емес. Онда да тек ауылда ғана болса ғана ішеді. Шіркін, боза дайындауды қолға алып, ұлт саулығына себеп болар сусынды көл көсір етіп дайындайтын күн туса ғой.